Тұрақты зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер сомасын ғана емес, сонымен қатар базалық зейнетақыны да арттырады. Бұл өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға да қатысты. Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі бар. Ол мемлекеттік төлемдерден және азаматтардың өз жинақтарына төленетін төлемдерден тұрады. Барлық төлемдер бір-бірімен байланысты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мемлекеттік зейнетақының мөлшері еңбек өтіліне байланысты екенін еске салады. Бұл тұрақты міндетті зейнетақы жарналарымен расталады. Қарапайым тілмен айтқанда, қазақстандықтардың болашақ зейнетақысы олар үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына үнемі жарналардың қалай төленетініне байланысты. Бұл базалық зейнетақы төлеміне де, ынтымақтастық төлеміне де қатысты. Жарналар зейнетақыға қалай әсер етеді? Базалық зейнетақы тек адамның еңбек өтілі 10 жылдан асқан жағдайда ғана өсе бастайды. Мұны бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры да растайды. Ең жоғарғы төлем 2027 жылдан бастап артып, ең төменгі күнкөріс деңгейінің 120%-на жетеді. Бірақ зейнеткердің кемінде 34 жылдық жұмыс өтілі болған жағдайда ғана. Осылайша тұрақты жарналар базалық зейнетақының өсуіне кепілдік береді. Ынтымақтастық зейнетақысының мөлшері зейнеткердің 1998 жылға дейінгі жұмыс өтіліне және 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап зейнеткерлік жасқа жеткенге дейінгі кез келген 3 жыл қатарынан орташа айлық табысына байланысты болады. Бұл жағдайда зейнетақы жарналары табысты растау ретінде қызмет етеді. Міндетті зейнетақы жарналары тек қызметкерлер үшін ғана төленбейтінін атап өткен жөн. 2026 жылдан бастап Қазақстан өзін-өзі жұмыспен қамтығандар мен жеке кәсіпкерлер үшін жаңа салық режимдерін енгізгені белгілі. Оларға міндетті зейнетақы жарналары кіреді. Бұл олардың жұмыс өтілін және болашақ зейнетақы төлемдерін арттыратын болады. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандар үшін міндетті зейнетақы жарналарының мөлшерлемесі 1%-ды құрайды. Ал жеңілдетілген декларацияға негізделген арнайы салық режимі бойынша жеке кәсіпкерлер үшін бұл олардың міндетті табысының 10%-ын құрайтын болады. Міндетті зейнетақы жарналары жыл өткен сайын артып отыратыны белгілі. Сонымен қатар зейнетақы жарналарының өзі еңбек өтілі мен мемлекеттік зейнетақыны арттырып қана қоймай, сонымен қатар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерінің мөлшері мен мерзіміне де әсер ететінін есте ұстаған жөн. Қазақстандықтардың шотында неғұрлым көп жинақ болса, олар жинақталған зейнетақысын соғұрлым көп және ұзақ уақыт алатын болады. Тұрақты зейнетақы жарналары бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төлемдер сомасын ғана емес, сонымен қатар базалық зейнетақыны да арттыратын болады. Бұл өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға да қатысты болмақ. Қазақстанда көп деңгейлі зейнетақы жүйесі бары белгілі. Ол мемлекеттік төлемдерден және азаматтардың өз жинақтарынан төленетін төлемдерден тұрады. Барлық төлемдер бір-бірімен байланысты. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры мемлекеттік зейнетақының мөлшері еңбек өтіліне байланысты екенін еске салады. Бұл тұрақты міндетті зейнетақы жарналарымен расталатын болады.